Маратик. Арыстанчик. Кішкентай кезінен арыстан болса екен ғой, оказывается. Бәсе неге бізге айғайлай берді десем? Самбодан бірінші орын алған үшін самбо деген би емес қой, би болса екен. Тыныштық па? Кіргім айтты Марат Мұхтарыч. Неге? Неге болғанда мынандай ара жүріп прикиньте. Помните, Мұхаммед Али айтқан еді? Сол ара жүр. Ты что, Жандос? Жұмыс уақытында ішіп алғансың ба не? Сізді көрген кезде волноваться етіп кетемін ше. Ара деппін ғой, дезинфекция жасадық ішінде. Дезинфекция? Сен басың істей ме? Сендер қызықсыңдар, неге маған зарайын айтпайсыңдар сендер? Менде сағат 4-те партнерлармен кездесу па план? Ради важно стараемся. Сіздің денсаулығыңыз деп дезинфекция ауа тазартады. Сіздің денсаулығыңыз жақсарады. 4-те ма кездесу? Үлгереміз. Точно? Давайте. 4-ке дейін. Аяқтаңдар, Все-таки важный кездесу менде партнерлар. Пока мен бар заводты аралап шығайын. Посмотрю заодно, кто чем занят. Давай. Думай. Потолок бар. Ол бар. Ой, Санат, сен жетпей тұр ең, Да. Да ну нафиг! Ты реально работаешь? Да, работаю. Че, жайзындап тұрсың ба? А чё, швабра күте алмай ма не? Че, сен прикол ұстап тұрсың ба не? Или сен жұмысқа алмай қойдың ма? О, деревня! Мен бастықпын ғой, я могу себе позволить. Қарасай сен. Тема, да? Осы жерде полностью с нуля автобусты собираем. Жұмыс деген қайнап жатыр. Сен мақтану үшін хабарласып тұрсың ба? Қалай бұлай? Көрініп тұрма саған? Көрсе. Көрініп тұрма. Автобустарды осы линияға алып келіп бояуға дайындаймыз. Және осы жерде бояймыз. О, Андреевич! Қалай жұмыс? Жұмыс жақсы жүріп отыр. Жақсы ма? Жақсы. Жұмыс істеңдер, жарайсыңдар. Опа, Жандос! Сенімен сөйлесуге уақыт жоқ, сосын звонда жарай ма? Сен ғой маған хабарласқан? Давай. Давай. Так, жігіттер, на второе не жейсіңдер, Котлеты с пюре? Или кастрюля по башке, Не жалаңдап тұрсыңдар, Чё, тәте, все нормально. Чё нормально? Айтыңдар? Давай айтыңдар. Не, айтпесе мен добавка бермеймін. Добавка керек емес, тәте? Тәте, сіз анау конструктивный критика дегенге қалай қарайсыз? Все-таки кастрюля по башке, да? Тәте, енді біз түсінсеңізші. Сіздің беретін тағамдарыңыздың бәрі ескі. Котлета, макароны, тефтели дейді. Первый, второйларыңыз вообще Советский Союз ғой? Біз жаспыз, апай. Біз заманауи тағамдар жегіміз келеді. Паста, пицца, суши, лосось, как в ресторане, понимаете? Ей, бала, бер қара. Мен мына жерде повар болып жұмыс істегеніме қанша жыл болғанын білесің бе? Қыздарым да опытный. Мен жұмыс істеп бастағанда сендердің әкелерің мен шешелерің ана мектептің артында тихара сылабат етіп жүрген. Не оттап тұрсыңдар, Қайдағы лос? Қойыңызшы, апай, жасырық. Не қойыңызшы? О, жігіттер, жарайсыңдар. Мына жұмыстарыңды аяқтағасын, развал хождениені барып тексеруге кірісіңдер. Жоқ. Бастықтар бізге мына шаруаны тапсырған. Так что не получится. Мен сендерге бәрін тастап, телешкаларды алыңдар деген жоқпын. И если что, ұмытып қалсаңдар, мен де бастықпын. Телешканы білгеніміз уже прогресс. Бірақ әркім өз шаруасымен айналсын, жарай ма? Еркектердің жұмысында вообще шаруаларың болмасыншы. Мына жұмыс аяқтап болғандан кейін бастықтың жаңа тапсырмасын күтеміз. Так что кухняға барда өз жұмысымен айналыс.
кухня деңдер. Көрсетем мен сендерге кухняны. Чё там, братан, қалай? А? Жоқ уже, тап-таза ма? Красавчик, Жандос, красавчик сен бар ғой. Ёлки, как будто заводтан бәрі, молодец. Старались же, братан. Мынау нормально. Мынаны не істейміз? Ема, налево. Бірақ байқамайтын шығар, мына жерде отырып қарамайтын шығар маған. Ой, білмеймін. Или қарай ма? Біздің базада краска етін адамдар бар ма? Железобетонны бар ғой. Бірақ Жандос бәрі жұмыста ғой бе. Ой, блин. Мен сейчас решу. Мен интернеттен специалисттар тауып аламын қазір. Алло, здравствуйте. Я по объявлению звоню. Тут написано у вас красочник, маляр, сантехник, все есть. Такси, макси, тамада, там любой найранды жазып қойыпсыздар ғой. Все хорошо, потом перезвоню. Алло, ассалаумалейкум, братан. Жай сөйлесей, братан. Жоқ, парасам шықпаймын мен. Қанша? Мына бағалар реально потолок қой. Керек емес ондай. Ой, не знаю, Жандос. По-моему, мынаны спокойно жасауға болады екен. Біздің строительный отделға барып алмайсың ба оны? Бізде бар ма не ондай отдел? Здрасте. Конечно, бар. Айтпайсыз ба, братан? Білесіз ғой біздің косягымыз бар екен. Сұрамайсың ғой енді. Жаңалы бері іздеп жатырмын ғой. Қайда бұл отдел? Видишь, налево сразу. Сізде бір... А что это? В раю было место переполнено, и вы вернулись ко мне? Даригуш, тамақтан бірдеме бар ма? Күнде не жеп жүрсің, соны жейсің. А что это? Кто мой персик, компотик мой анау Талғат па? Талғат, шықшы ё! Ту, Алек, ешкімде ренжіткен жоқ. А что случилось? 10 жыл бойы бір тамақты жасап бар ғой, шаршап кеттім. Қараш, қазір енді заман өзгерді ғой, адамдар да өзгерді. Ал менің қолымда бар ғой, жаңа тамақтың үлгісін жасау менің қолыма келмейді ғой. Сейчас, ну-ка. Ей, Алек, бұнда саған кіруге болмайды ғой. Қойшы маған Тем бар. более сен тек қана жұмыртқа анау бар ғой жасалған. Это же королевская пища. Неспе оған. Не іздейсің? Қалайсыздар? Жұмыстар қалай? Жақсы. Қорқып кеттіңіз ба? Жоқ. Ақ краска бар ма сіздерде? Бар. Біреуін алсам бола ма, пожалуйста? Болады, қағаз қайда? Қағаз жоқ, бірақ қағаз ақша бар. Бір айдан соң. Не, сен маған пара берейін деп тұрсың ба не? Жоқ, ойбай, братан, пара емес. Бізде бәрі как штык заңды. Білем. Қағазында кел, алып кет. Краска бар ғой сіздерде. Алып кетейін. Жарайды, мен саған көмектесейін. Мен жаңа бір подешевке краска сататын балаң. Серьезно? Аха. Жазып алайын. Не? Ручкасы болса? Жазып алғанда не ғой, кім? Мен телефоным ше, унитазға ақып кеткен ғой. Номер ішінде кетіп қалды. Ойнап тұрсың ба, братан, мен? Мен серьезно сұрап тұрмын сенен. То бар, то жоқ. Не дүгің етесің сен? Далба, мен саған көмектесейін деп тұрмын ғой. Кет, бұрын. Кет! Братан, мен сізді доска почетадан көргенмін. Высокий, статный деген сіз ба? Красканың хозяйыны дейді. Бүкіл завод сізден қорқады екен ғой. Любой найыр жүресің ға так. Братан, телефон берсем. Жоқ, телефон берсем. Краска бересіз ба? Простушка да бірақ? Просушка деме. Менің алдыңғы телефон осындай болған ба? Қойшы, серьезно ма? Сізге бол. Натуре маған болма? Ақ краска бар ма? Бар.
Беріңсі. Ой, Марат Мухтарович, как видите, работаем. Бүгіндікке вообще отырған жоқпыз. Молодцы. Красавчик. Негізі бонус, премия дегендерді сендерге беру керек. Мына заводтың беделін көтеретін сендер. Ладно, давай, мешет етпей қояйын, работай, давай. Айгеремочка, мен как раз сені іздеп жүремін. Марат Мухтарович, и как? Цехтың жігіттерімен сөйлестіңіз ба? Қандай жазда қолданатын болдыңыз? Сразу айтайын, жұмыстан шығармай-ақ қойыңыз. Олардың да отбасылары бар. Ну, сами понимаете. Мне кажется, екінші шанс берген дұрыс сияқты. Айгеремочка, мен что-то сен түсінбедім. Жігіттер бүгін даже отырмаған. Обедтерінде ішпеген ғой, қара. Планды орындап отыр, молодцы. Оларға осы айда точно премия жазу керек. Сен, походу, бір нәрсені шатастырып аламыз. Айгерім, біздің кофеміз не ол? И вы туда же. Сізден бір нәрсе сұрайыншы. Сіз осы әйелдерді сыйлайсыз ба? Не сұрақ мынау, Айгеремочка? Менің де анам бар, әжем, папам. Еще менімен бірге кофе ішкісі келмейтін, маған ұнайтын бір қыз бар. Рахмет, Марат Мухтарович, вы меня утешили. Жандос, где мои деньги? Какие деньги? Эми что, сам қарызбын ба не? Деньги где? Жандос, қашан бітіресің потолокта? Ты что, прикалываешься, что ли, а? Что, краски нанюхался, что ли? Белимиш. Пойдем в столовую, покормлю тебя. Себя придешь. Одан көмектеспейсің, это же твой косяк. Дедалик! Жандос, деньги где? Жандоске айтса енді, ақша қайда? Дедалик, все нормально. Нормально, кажется, уже. Точно? Точно? Нормально ма? Все? Есің елін ба? Все нормально. Все, онда, кет тамаққа. Даригуша! Императрица-ма қайдасың? Все, привел. Давай, покорми, батыр и пусти, дегустатор. Сейчас, Рат. О, как раз келдің? Тамянның дәмін көресің? Помям емес па? Тамянды, тамян. Тамян айтты ғой саған бойы. Ас болсын. Полный фигня ғой. Бұрында дәмдірек болған, по идее. Еще сүйек шықтыра. Мен жей салам, нормально? Маған асығып атырым, кету керек, жиналысқа барамыз. Барса енді! Не ғой? Сосын тамям емес, томям. Тамян! Айтты ғой тамян саған! Тамян ғой! Тамян. Марат Мухтарович, сізге әлі кіруге болмайды. Кіруге болмайды болғанда сізге болады ғой, бірақ қазір емес. В смысле? Қазір 30 минуттан кейін партнерлар келеді маған. В смысле, бұған біліп тұрмын. Жаңағы кісілер бар ғой, ішіне дәрі шашып кеткен. Айтты, сіз кірсеңіз, сознание потеряйте деді. А сізге нельзя терять же. Сізде же встреча. 20 минут и все. 20 минут и все. Сәт жігіттер, маған мына сұраққа жауап беріңіздерші. Сөз жоқ, сіздер өз жұмыстарыңызды жақсы білесіздер. Бірақ неге менің тапсырмамды орындағыларың келмейді? Бұның барлығы завод үшін ғой. Понимаешь, Айгерім,
бұл өмір. Әлем осылай жаратылған. Құдай мына еркек, әйел деп екі бөліп жаратқан. Мына еркектердің өзіміздің міндетіміз бар. Мысалы, машина құрастыру. Солай емес пе? Қанымызға сіңген нәрсе. Ал сендер әйелдер салонға барып, әдемі болып жүрмейсіңдер ме? Сонда мені әйел адам болғандықтан ғана тыңдағыларың келмейді ма? Енді өзің түсініп тұрсың ғой. Білесіздер ма? Мен кішкентай кезімнен машиналарды жақсы көргенмін. Осы заводқа мен өз білімім арқылы орналастым. Өйткені мен осы мамандықты аяқтадым. Және біздің инженер, бас инженер, мені өз ісінің маманы деп біледі. Кім? Марат па? Мұхтарович? Ол заводтың главный подкаблук емес пе? Подкаблук. Жарайды, Әйгерім, не мешай, иди. Не мешай на работать. Біз жұмыс істейміз. Братан. Не болды енді мұнан қараш, ұтылып қалдым ғой мен, ей. Краска бар ма? Неменесінде краскамен бас жазып атсыңдар ма? Алдым ғой бағана, болды, жоқ. Новый телефон берсем ше? Керек емес, өзімдікі бар ғой ма? iPhone ғой, iPhone 14 Pro Max. 1 терабайт ше. На простой мен ұстай берем, не істейсің оны? Қолыңызға құйып қойғанда ғой. Ой. Мынау тожамаған ба? Сенсорны ғой. Қалай өзі? Саусақпен. Өзім үйретем ғой. Өзім үйретем, краска болса болды. Қандай краска? Ақ. Ақ жоқ. Соңғысын сен алып кеттің ғой. Ақ краска болмаса, не үшін ұстап отырсыз? Не? Не текіңдікің етесің, не? Ала берші. Точно ма? Любой краска берші. Любой, а? Қазір. Мынаны алшы. Болды. Все, рахмет. Нақса тағы да кел, маған компьютер керек еді. Мұхтарович, бір жолата кешіріңізші енді. Біздің айтпағымыз басқа еді. Әйгерім дұрыс түсінбей қалған ғой. Қалай ұялмайсыңдар сендер, Сол әйелдер болмаса баяғыда өліп қалатын едік қой біз. Біз солар үшін мына өзгеріп жақсырақ болғымыз келеді. Ал олар бізден қарағанда ақылдырақ. Кейбіреулер мына сендерден де жұмыста адал істейді. Вообще бар ғой, осы айтқандарың үшін мен сендерді вообще жұмыстан қуғым келді. Ну, как сказала одна мудрая женщина, все мы имеем право на второй шанс. Мұхтарович, кешіріңізші, қателігімізді түсіндік. Ал енді мен не істеймін сендермен, Бар бір идея. Дорогуша, осы жерде, как всегда, чисто бақытты адамдар отырады ғой. Марат, стараемся. Ал, құтты болсын. Бүгін сендерде короткий день. Қош? Да. Ана жақта 3000 адамнан қалған посуда жатыр, қайдағы короткий день? Дорогуша, ойымдамаңдар. Бүгін үйге бара беріңдер. Беттеріңе мас жасаңдар, телевизордан сериал қосыңдар, демалыңдар. Ал жұмыстарыңды әйелдерге көмектескісі келіп жүрген мына доброволец жігіттер істейді. Рас па? Да. Рахмет, жігіттер. Ой, лучшие. Рахмет. Қыздар, кеттік жүріңдер. Тастаңдар. Оны жасайтын жуатын адам бар. Жақсы болды ғой. А вы что такие кислые? Веселей. Давай кіріңдер. Тексерем келіп. Давай. Қазір кабинетте отырып, все обсудим. Пойдемте, Жүріңіздер мұнда.
жандос, Марат Мұхтарович, қош келдіңіздер. мен кабинетімде не yapıyorsun sen? Чай дайындап қойдым ғой сіздер кездесулеріңізге. Төрлі өтіңіздер, проходите. Барлығы дайын тұр. Жайғасыңыздар о. Сендер ма? Иә, апай. Міне. Сендердің бүгінгі блюдаларың жейтін. Не мынау апай? Не мынау? Сендер ғой ресторан керек деген. Вот, ресторанный блюдо. Апай, мынаған тоймаймыз ғой біз. Мынаны жеген соң қалай жұмыс істейміз, апай? Одан да бізге бір 2 порция голубцы беріңізші. Сөйтіңізші. Жоқ, бере алмаймын. Бүгіннен бастап осындай тамақ жейсіңдер. Кешіріңізші. Иә. Бүгінгі істегеніміз дұрыс болмады біздің. Иә. Одан да мынаның орнына котлет беріңізші апай. Жоқ, бере алмаймын. Апай, кешіріңізші, пожалуйста. Жоқ дедім ғой. Пожалуйста. Апай. Ой, мен ойлануым керек мен. Пожалуйста. Апай. Жарайды. Қыздар котлет сап берші. Сөйтіңізші, апай. Жарайды, ас болсын енді. Рахмет. Иә. Келгендеріңізге рахмет. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Үлкен рахмет. Ну, мы все обсудим. Ну да. Если бы только не один странный нюанс. Ну все, обсудим. Хорошо. Ну ладно. Потом. Сау болыңыздар.